Сәлем достар, сіздермен бүгін компот басамыз. Қысқа дайындық вишнядан. Бізге вишня керек. Алдымен жуып тазалап аламыз осылай. Қант керек және банканы ыстық қайнап тұрған суда булаймыз. Газда қайнап тұрған суымыз бар кастрөлде. Вишняны осылай саламыз. Өлшемей сала берем, көз мөлшермен. Көп толтырмаймыз, осылай саламыз. Менде 3 литрлік банка, 3 литр банкаге 300 грамм қант саламыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бір рет құямызды крышкамен жауып тастаймыз. Тез және оңай. Суды толтырып құямыз бетпе-бет. Крышканы да стерилизовать етіп аламыз. Осылай бетін жауып, закрывашкамен жауып тастаймыз. Атылмайды, ешқандай ештеңе болмайды. Осылай аунатып қантын ерітіп аламыздар. Екі литрлік банкіге 200 грамм қант саламыз. 3 литрлік банкіге 300 грамм қант. Банкілеріміз жауып болған соң, осылай аунатып одеялға орап қоямыз. Бір күнге ертесіне ашамыз да қайтадан аунатып қоямыз орнына. Міне банкілеріміз дайын. Натуральный